Қайырлы күн, киносүйер қауым, біз бүгін Бахар телесериалының кезекті бөліміне келіп жеттік. Бұл серияда Азиз Оразды ақсыз демалысқа өз еркімен шығып жатыр. Не үшін десеңіздер, бұл Зейнеп қайтыс болып, ол жерде дәрігерлердің ешқайсысы болмаған, сондықтан ата-анасы осы Азиз Оразға келіп көмек сұрайды. Ол ешнәрсе білмегендіктен және отадан кейінгі іш ауруы мүмкін деп қоя салады, бірақ көмектескісі келеді, сол жерде қайтыс болады. Ата-анасы оған арыз жазып, яғни Азиз Ораз болмаса тірі қалар ма еді деген секілді көптеген күдіктер пайда болады. Одан кейін Омайдың мектебінен қосымша іс-шара болады. Оған бұл жерде Омай, анасы және әкесі Тимур үшеуі әңгімелесіп отырады, яғни Азиз Оразды күтіп отырады больницада. Сол кезде қайта-қайта Омайдың телефонына сообщение келе береді. Анасы сұрайды, неге қайта-қайта телефоның шырылдап жатыр дейді. Сол кезде мектебімізде іс-шара болып жатыр, яғни ата-аналар бір көрініс дайындау керек дейді. Сол кезде әкесі көрініс дайындайық, яғни Джульеттамен не боламыз да екеуміз Дарамай мен Джульетта көрінісін қоямыз дейді. Бахар жоқ қоймаймыз дейді, ал Тимур жоқ екеуміз Дарамай мен Джульетта несін қоямыз дейді. Сөйтіп Бахар оған келісім береді. Одан кейін больницаның сыртында Сәлімді полицейлер алып кетіп бара жатыр еді. Сол кезде кім рентген шығады, рентген шығып не үшін не болды деген кезде Тимур менің сыртымнан арыз жазды, сондықтан мені алып кетіп бара жатыр, әлі көресіні көрсетемін оған дейді. Рентген жынданып больницаға кіріп кетеді жұмысына. Одан кейін Бахар мен Ибрин екеуі далада сөйлесіп отырады. Сол кезде бір машинадан бір қызды лақтырып жібереді де машинаны қатты айдап кетіп қалады. Және бұл қызды Бахар мен Ибрин екеуі құтқарып қалады, зеңбіле әкел деп оны больницаға қарай алып жөнелтіп, оны операция бөліміне алып операция жасайды. Ішіне, яғни бүйрегіне оқ тиген, 2 оқ, оны күйеуі атқан делінген болып шығады. Сөйтіп ол қызды көмектеседі оған. Одан кейін оны ағасымын деп бір кісі келеді, енді білмеймін, алдағы бөлімдерде біле жатармыз. Ағасымын мен күйеуі істеді, оның күйеуі өзі сондай адам деп біраз тепшейді жаңағы жігіт. Одан кейін Небра ханымды көрсетеді. Небра ханымның мойны, яғни зоб ауруы деп, қалқанша безі асқынып кеткенде оған ота жасайын деп жатады. Ал Небра ханым болса өзінің жігітімен дүкен аралап жүреді, екеуі сыйлықтар алып, бір-бірімен әңгімелесіп, машинаға отырып көңілді күн болады. Одан кейін Зейнеп қайтыс болғаннан кейін бастыққа келіп ата-анасы арыз жазып, Азизді жұмыстан шығарыңыздар деп оған қарсы көрсетілімдер көрсетіп, Азизді жұмыстан шығармақшы болады. Одан кейін рентген Бахарға жыны келіп, яғни жыны келе ма, көре алмай ма білмеймін, енді жынданып, Зейнептің мәселесінен кейін Бахар сен менің қасымда емес, жалпы бөлімге ауыстырыласың деп неге жұмысын ауыстырып жібереді. Соған Бахар жынданады. Сол кезде Чағла звондайды, Чағлаға айтады, осындай мен рентген жұмыстан басқа бөлімге ауыстырып жатыр, мен осы уақытқа дейін осы жерге үйреніп қалдым, еңбегім сіңді, енді мені лақтырып ана жаққа жібере сала ма не деп жындана береді. Дәл сол кезде Чағланың өзі де больницаға кіріп келе жатқан, алдына рентген шығады, рентгенге айтады, жүр екеуміз сөйлесеміз деп машинаға мінгізіп алып, екеуі кафеге барып отырады. Яғни біз екеуміз бүгін ғана сағат 12-ге дейін ашық әрі апалы сіңілі ретінде сөйлесеміз дейді. Екеуі сөйлесеміз дейді. Одан кейін Чағла екеуі біраз сырласып сөйлеседі. Рентген айтады, сен менің жан құрбым едің, екеуміз бірге бір группада оқыдық, бірге күндер, бірге түндер өткіздік, екеуміз сырлас құрбы едік. Одан кейін Бахар тағы да сені тартып алды дейді. Ал Чағла болса айтады, сен ешқашан олай қателеспе, ешкімді тартып ала алмайды. Тартып алатындай ол зат емес, барлығының санасы бар, миы бар. Мені ешкім тартып алған жоқ, мен саналы түрде онымен дос болдым, сен менде дос болдың, мен сені қаласам әрі қарай дос бола беретін едім. Екеуміз дос болдық, бірге бір үйде тұрдық, жақсы қарым-қатынас жасадық, екеуміз ұрысып қалдық, және мен бөлек үй жалдап басқа жерге кеттім дейді. Басқа бөлек үйге кеттім дейді. Одан кейін Бахар екеуміз байқаусызда танысып, екеуміз жан дос болып кеттік дейді. Бұл нәрсе сенің өміріңде қайта қайталанып жатыр дейді. Ешкімді неғылмайды, қинап, дос қылып, немесе ешкімді қинап бір-бірінен тартып ала алмайды дейді. Одан кейін екеуі біраз сөйлесіп отырады. Одан кейін Чағла айтады, мен саған бір сыр айтайын, соны есіңде сақта. Бахар сенен Тимурды тартып алған жоқ ешқашан. Және біз екеуміз дос болып жүрген кезде тек өзінің жас кездерін есіне түсірді. Ол кезде Бахар аяғы ауыр болып қалған. Тимур кімге айтады? Бахар айтады, мен Тимурды ешқашан қыстамаймын. Мені аяғандықтан бала үшін менен қосылмай ақ қойсын, менімен болмай ақ қойсын, маған үйленбей ақ қойсын. Мені шын жақсы көрсе ғана ондай нәрсені қалаймын дейді. Одан кейін Тимур келеді, Тимур айтады, барлығын біледі, біз екеуміз үйленеміз, мен мойныммен көргенді, қолмен істегенді мойныммен көтеремін, екеуміз үйленеміз дейді. Енді осы кездердің барлығын Чағла рентгенге айтып жатады. Рентген айтады, мен қазірде емес, баяғыда да алданыппын ғой деп айтады. Чағла иә дейді. Одан кейін Тимур Азизбен бір кафеге отырып сөйлеседі, әкелі бала ұлы болып сөйлеседі, ақыл кеңестер айтады. Және Азиз ол кезде қатты қамығып жүрген болатын. Өйткені Зейнептің өлімін өзі мен кінәлімін деп өзін кінәлі сезініп жүрген. Сол кезде Тимур әкесі, ешқашан олай жасама, сен бұл жолы әдейі жасаған жоқсың, және оны білген жоқсың, және сен опыты бар, үлкен дәрежелі дәрігер емессің дейді. Бұл бұрындары менде де ондай жағдай болған. Ол кезде аз ғана дәрігерлер болатын. Аяқ астынан бір уақытта 3 өте жаралы адам келді. Үшеуі де өте жаралы болатын дейді. Одан кейін екеуіне ота жасадық, олар тірі қалды. Одан кейін біреуіне ота жасайын деп жатқан кезде мен врачты күтуге болатын еді, бірақ оны мен күтпей басқа ауруханаға жіберейін деп жатқан кезде ол сол жерден жүрегі ұстап қайтыс болды. Мен біразға дейін өз-өзіммен біртүрлі болып жүрдім дейді. Маған әкем қол ұшын беріп, маған көмегін аямады дейді. Одан кейін Азизда оған түсініспеушілік танытып,
екеуі енді отбасылық әңгімеге көшеді. Әкесіне айтады, сен неге олай жасадың, рентгенмен баяғыдан бері кездесіп жүрсің бе дейді. Әрі бері Тимур әңгімеден қашқақтайды. Мен барлығына өкінемін деп бір ақ сөз ғана айтады. Сол кезде мен Бахармен сөйлесуім керек деп айтып жатқан кезде кім айтады, баласы айтады, Бахар деппін ғой, әке, анам менің әбден дәрігермен бірге кемеде менің құжаттарымды көріп қарап жатыр дейді. Сол кезде Тимур қызғанып кетіп долдана бастайды. Бірге дереу машинасына мініп Эбрен дәрігердің кемесіне қарай машинасын айдай жөнеледі. Одан кейін Эбрен мен Бахар екеуі Азиздің қағаздарын тексеріп отырады. Барлығы дұрыс болып шығады. Азизге ешқандай кінә таға да алмайды дейді. Сол кезде бір-біріне күшті уақыт өткізеді. Екеуі бір жас қыз бен жігіт сияқты. Одан кейін Рентген мен енді Чағланың әңгімесіне көшейік. Рентген мен Чағла екеуі сөйлеседі. Сол кезде Чағла айтады неге Ренгенге, сен өте әдемісің, өте жассың, және басың бос, профессорсың, елдің барлығы шертіп жүріп таңдайтындай жігіттерді шертіп таңдайсың, сен неге оған байланып қалдың Тимурға дейді. Сол кезде айтады, екеуміз, мен саған бір сыр айтайын, бірақ ешкімге айтпа, тіпті Бахарға да айтпа дейді. Енді сен өзің бастадың ғой, екеуміз апалы сіңілі болайық бүгін, 12-ге дейін екеуміз ғана сөйлесейік деп айттың дейді. Чағла я дейді. Сол кезде Ренген айтады, мен барлығына көнетін едім, мен барлығына оңай болатын, бірақ Парла Тимурдың қызы, сол үшін ғана мен жүрмін, мен кете алмаймын деп оған жауап береді. Ал Чағла болса аузы ашылып таңырқап қалады. Одан кейін бағанағы оқ тиген қыз оянады. Оның аты Лейла болып шығады. Және жаңа ағасы болып келген адам, білмеймін, енді қайта қоқан-лоққы көрсетіп жатады. Ол күйеуі ма, әлде ағасы ма, не екенін білмеймін, бірақ енді көзқарасы біртүрлі. Одан кейін Зейнеп, қайтыс болған қыз, Зейнепке қайтыс болардың алдында Бахарға және өзінің ата-анасына хат жазып кетіпті. Бахарға енді рахмет айтып, мен осы хатты сен алсаң, оқып жатсаң, мен мүмкін тірімін, мүмкін өлермін дейді. Сол кезде қызымды әкем мен анам қарасын, қасында болсын, сондай сияқты нәрселер айтады. Маған көп шынайы әңгіме айтып, маған қолдау білдіргеніне көп рахмет деп Бахарға алғысын айтады. Және дәл солай ата-анасына да хат жазып кетеді. Сол кезде дәл сол уақытта Эбрен дәрігер Зейнептің әке-шешесін шақырып алып сөйлеседі. Яғни бұл кісілер отаға, Зейнептің жағдайы өте нашар болатын, отаға дейін де, отадан кейін де өте нашар болатын. Сондықтан сіздер бостан-босқа Азиз Оразды, яғни ол жап-жас дәрігерге обал қылып жатырсыздар. Оған мүмкіндік беріңіздер. Сіздердің қыздарыңызға құтқара алмаса, одан басқа адамдарды құтқару мүмкін. Оның олай әдейі жасаған емес дейді. Және Зейнеп сіздерді көріп қатты ұялып қысылып отырған шығар. Ол неде? Өйткені сіздер қыздарын қарауға, немерелеріңізді қараудың орнына соттың ісіне, біреуді қаралауға жүгіріп жүрсіздер дейді. Әке-шешесі біртүрлі болып қызын алуға барады. Қызын алуға барған кезде хатты әке-шешесіне береді және жаңағы Зейнептің әке-шешесі Азиз Оразды кешірім сұрайды. Азиз Оразға айтады, біз енді жақынымыздан айырылғаннан кейін кінәлі адамды іздейміз, сондықтан балам бізді кешір дейді, кешірім сұрайды. Одан кейін Азиз Оразың достарының барлығы оны құшақтап күтіп алады, барлығы секіріп ойнап, одан кейін құттықтап күтіп алады. Одан кейін Ренгеннің үйін көрсетеді. Ренген мен Жан екеуі қоштасып жатады. Ренгеннің өзі осы Жанды Америкаға қайтуын сұрайды. Яғни Жан айтады, мен парламен қоштасуым керек еді, ол маған ренжитін болды ғой дейді. Сол кезде Ренген айтады, жоқ, мен оған барлығын түсіндіремін дейді. Ал Жан болса, сен өзіңді жақсы көрмейтін, сені құрметтемейтін адамдардың қасында қор болмашы, өтінемін, мен сенің қасыңда әрқашан боламын дейді. Ал Жан солай айтады. Ал Ренген болса, я білемін, әрқашан осы жаққа келіп тұр дейді. Сөйтіп екеуі қоштасып кетіп қалады. Одан кейін Тимур больницаға барып Бахарды күтіп алады. Бахар өзінің Джульетта киімін киіп алған, ал Тимур болса олдан жаңағы Ромеоның киімін киіп алып, ұзын лимузин машинаны жалдап, қолынан зонтик ұстап алып Бахарға барады. Және Бахардың қасына барып зонтикті ашып алған кезде қып-қызыл жүректі шашырап түседі. Ол медсестралардың барлығы қарап қызығып тұрады. Ал Бахар болса оған жұрна келіп, не істеп жүрсің, неге олай жасап жүрсің, жасайтын болсаң баяғыдан бері қайда қалдың деп оған біртүрлі болады. Екеуі лимузинге мініп неге барады, мектепке барады, сахнасына бірінші тәжірибе жасамақшы болып, тәжірибе не дейді, бірінші алдын ала репетиция жасауға барады. Сол кезде кімге айтады, Бахарға айтады, кешірім сұрайды, ажырасайықшы екеуміз дейді. Бірақ Бахар айтады, жоқ, мен сенімен ажырасам ба, болды деп кетіп қалады. Одан кейін шынымен де не болады, сахналық көрініс болады. Екеуі ойнайды, жақсы ойнайды және күлкілі ойнайды. Бірақ енді бұл мультикте бір-бірі үшін өледі. Мультикте, бірақ бұл жерде Бахар сол жерде өзгертіп жібереді. Мен не үшін өлуім керек, не үшін әйел адам өлуі керек, мен бұл өзгертіп жіберемін деп ол жерде өлмейді. Сөйтіп барлығы көріністі аяқтайды, барлығы қол шапалақтап мақтай жөнеледі. Одан кейін Дора, Эбреннің кемесіндегі қыз, яғни Эбрен бір күні кемесінде бір қыз ұйықтап жатады. Оны енді қыз деп ойламайды. Дорук па, Азиз ба, бір ассистенттердің біреуі шығар деп, кәне тұрсын, тамақ ішеміз деп оятып жатқан кезде қыз болып шығады. Ол сен неғып жүрсің деп шошып кетеді. Сөйтіп ол бір сары шашты, әдемі, бойы ұзын қыз болып шығады. Сол қыз осы неде дәрігерлердің несі болып жатады, құттықтап, сондай мероприятие ма сондай болып жатады. Сол кезде осы Эбрен дәрігерді де құттықтайды. Дәл сол жерде Дора дәрігерді де жаңағы қызды да құттықтайды. Ал Эбрен дәрігер бұл қыздың бір шығармайтыны жоқ, қайта таң қалдырудан шаршамайды екен деп күледі. Сөйтіп бүгінгі
серия аяқталды, өте қызық болды. Ертеңгі серияны егер де көргілеріңіз келсе, лайк басып комментарий жазып тіркеліп кетіңіздер.